الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم құрметті білім талап етуші Алланың қалауымен біз 7-ші тараудамыз. Алдында 2 диалог өткен болатынбыз. Бұл тарауда бізде 3-ші диалог бар, одан кейін жаттығулар. Ал енді бұл диалог және одан кейінгі жаттығулар негізі маңызды, өйткені жаттығуларда осы сөздерге байланысты осындағы түсініксіз болған бір ережелер болсын, оны түсіндіреді, одан кейін осы сабақты бекітеді. Сондықтан жаттығуларға да мән беріп жүрсек, нұр үстіне нұр. Ал енді 7-ші тарауға келетін болсақ, бұл жердегі әл-хиуару тәлит, 3-ші хиуар, яғни диалог. Унзур вастами ва ағайд. Қара, және есті, және қайтала дейді. Енді Қосим мен Ғоссан деген 2 адамның арасындағы диалог. Ал бастайық, бисмилла. Иля айна тәзхабу я Ғоссану. Иля айна қайда тәзхабу сен барасың, я Ғоссан, ей Ғоссан. Яғни айна деген қайда десе, иля айна қай жаққа деген сияқты мынау бірге болып кетеді. Иля деген ғаге қаке деген мағынаны білдіреді ғой, яғни жалғау. Бұл кезде иля айна болып кетсе, қай жаққа тәзхабу я Ғоссан, қайда барасың сен, я Ғоссан. Әзхабу, қараңыз, тәзхабу дегенде сен барасың, енді мен барамын деген кезде әзхабу деп жауап береді. Әзхабу, мен барамын, иләл мадрасати, не мектепке барамын дейді. Әл-уақту мубаккирун, уақыт ерте, егерде сөзбе сөз аударатын болсақ. Әл-уақту мубаккирун, яғни ерте емес пе дегенге келтіріп отыр. Әс-саатул ана, сағат қазір. Әс-садисату собахан дейді. Қандай дейді? 6 таңғы, яғни таңғы 6. Енді арабтарда негізі грамматика бойынша осы сағатты жаңағы реттік санмен айтады. Яғни 6-шы, 5-шы, 4-шы деген сияқты. Бірақ ситта, сәбға, хомса деп те қолданады қазір ауыз екі тілде. Бірақ негізі грамматикасы бойынша бұл жерде реттік санмен қолданады. Яғни 6-шы сағат емес пе, 5-ші сағат, 10-шы сағат деген сияқты. Сол сияқты мына жерде әс-садисату собахан, сағат 6, яғни таңғы 6. Собахан, яғни таңғы. Әл-мадрасату баидатун анил бейти. Мектеп баидатун, алыс дейді. Қайдан? Үйден дейді. Анил бейти, үйден. Бұл жерден байқап отырсаңыздар, ал мадрасату деген ол әйел тегінде келіп тұр. Яғни тамарбута қосылған жағдайда ол 80-90% әйел тегін білдіреді. Яғни кейбір сөздер бар, тамарбута қосылған, ол әйел тегін білдірмейтін. Бұл жерде енді басым көпшілігі осы тамарбута қосылса әйел тегінде келіп тұр. Әл-мадрасату. Енді баидатун деп, бұл жерде негізі баидун деген сөз, бірақ манау сөз әйел тегінде болғандықтан бұл жерге де тамарбута қосылады. Әл-мадрасату баидатун. Ал егерде әл-байту десе, онда баидун деп айтушы едік. Бұл жерде әл-мадрасату баидатун анил бейти. Яғни мектеп үйден алыс дейді. Мәта ябдаул яумуд-дирасию. Қашан басталады бүгін не сабақ? Яғни сабақ бүгін қаншада басталады дейді.
يبدأ الساعة السابعة صباحا. Басталады сағат 7-де дейді. Қандай? Таңертең. Таңертең сағат 7-де басталады дейді. هل تذهب بالحافلة؟ Сен барасың ба? Ба, Сен барасың ба? Менбен الحافلة. Автобуспен барасың ба? Лә, жоқ. أذهب барамын. Немен дейді? بالسيارة. Көлікпен барамын дейді. Жоқ, мен көлікпен барамын. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ Қашан бітеді اليوم бүгін сабақ? Дәріс. ينتهي. Яғни янтахинан жаттап алу үшін жаңа сидратул мунтаха дегенді естіген шығарсыздар, иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям миғраж түнде көтерілген кезде, сол кезде Жибраил алейхиссаламмен 7 қабат аспаннан өтіп тоқтаған кезде, сол сидратул мунтахадан тоқтап, сол кезде жаңа ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай кетеді Раббысымен жолығуға. Жибраил алейхиссалам ары қарай кетуге рұқсат болмайды. Сол жерде сидратул мунтаха деп айтады. Яғни мунтаха осы сөзден шыққан. Интаха, яғни тоқтау, біту деген мағынаны алады. Ал мына жерде мата янтахи, қашан бітеді? Аль-яум, бүгін, дирасию, дәріс, сабақ. Янтахи ас-саатал вахидата зухран, бітеді ас-саата, сағат, вахидата, бірде, зухран, яғни түсте, зухр уақытында. Кам хиссатан тадрусу фил яуми, қанша бөлік тадрусу оқисыңдар фил яуми, бүгін қанша сабақ деген сияқты ғой. Қанша сабақ өтесіңдер, қанша бөлік өтесіңдер. Адрусу оқимын, өтесіңдер дегенде тадрусу оқисың. Яғни кам хиссатан, қанша бөлік оқисың фил яуми, бүгін. Адрусу оқимын, ситта 6, хисосин сабақ немесе бөлік, фил яуми бір күнде немесе бүгін. Мада тафалу фил истирахати, не істейсің фил истирахати, демалыста, үзіліс уақытында. Азхабу илал мактабати, барамын, илал мактабати, кітапханаға барам дейді. Ау илал мухтабари, немесе жаңа зертханаға. Яғни жаңа химия, сондай бір химиялық нелер болады ғой, зертханалар, залдар барып оқитын. Сол жерге барам дейді. Енді осымен негізі диалог бітті. Диалогты бір оқып берейін. Ол біздің яғни құлағымызды есту үшін, яғни осы сөздер жаттап алғаннан кейін бір естіп алсаңыз, сосын қарайсыз қаншалықты сіз оны яғни естумен түсіне алатыныңызды. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. Осымен диалогымыз бітті. 7-ші тараудағы енді жаттығуларға кірісейік.
Әл-муфрадату бұл енді сөздер. Қандай сөздер? Осы 7-ші тараудағы жалпы сөздер. Бұны енді қарап, тағы да егерде жаттаған болсаңыздар, бұны сіздерге қайталау болады. Бір жағынан суреттермен көз алдыңызға елестетіп, өстіп жаттап алсаңыздар болады, және қайталап алсаңыздар болады. Мысалы, жаңа мұхтабар деген сияқты, жаңа зертхана, жамиа университет, жамиату уммил қуро, осы уммил қуро деген университет деген сияқты, мына жерде барлығын бір қайталап шықса болады. Куллия, куллияты тип, куллияты тәрбия, осының барлығын еске түсіріңіздер. Мактаба, жадвал дироси, жаңа кесте, сабақтың кестесі. Мауад диросия, ал-луғатул арабия, ал-thақафатул исламия, ар-риядаят, жаңа математика, ал-улум, ал-хасуб. Осы сөздердің барлығын бір қайталап шықсаңыздар болады. Және суреттері де тұр, оны көзбен де бір жағынан жаттығу. Бұл жердегі жаңағы өткен етістіктердің жаңа үшеуі берілген. Ядрусу, яғни оқып жатыр, яктубу, жазып жатыр, янзуру, қарап жатыр. Келесі жаттығуда до аламаты осындай белгіні қой дейді. Алал калиматил ғариба, яғни бұл жерде кездеспеген немесе келіспейтін сөзді, яғни фи кулли мажмуа, әр суретте, әр жерінде қой дейді. Мысалы, соф, осы дұрыс па жоқ па осы сөз? Осыны сіздер анықтау керексіздер. Мактабату, осы мактабатун ба жоқ па? Бәйтун, мынау бәйтун ба жоқ па? Мұхтабар, мұхтабар ма жоқ па? Егерде мұхтабар болса, онда не бүйтіп белгілеп кетсеңіз болады. Ал егерде жоқ десе, онда X белгілеп, өстіп, өтіп жаттағыз. Риядият, тобиб, улум, хасуб, осының барлығы сәйкес келе ме екен сөзге қарай, әлде жоқ па? Осының барлығын қойып жаттығып шығасыз. Келесі сил байнал муфради уал жам'i, яғни жеке сөзбен көпше сөзді естиміз, арасын қосамыз. Енді 5 сөз бізде келген, 5 сөздің жекеше түрі және оның көпше түрі келіп тұр. Шәһір деп айтқан кезде оның көпше түрі қандай? Дұрыс, әшхур. Осылай естисіз, арасын қосасыз. Пауза қойып орындап алсаңыздар да болады. Енді ғурфаныкі қандай? Солатун, хайссатун, яумун дегеннің арасын қалай белгілейсіз? Осыны толық орындап шығасыз. Енді келесі жаттығуда қосымша бізде осындай сөздер. Ол қандай сөздер? Цифрға байланысты. Цифрды 10-ға дейін, бірақ реттік санмен берген. Өйткені алдында жалпы бізге цифрларды берген, бірақ бұл жерде бізде реттікпен келіп тұр. Осыны жаттап алу өте біз үшін қажет. Өйткені өте кездеседі. Құранда да бар, хадисте де келеді. Ол діни кітап оқимын десеңіз де, жалпы араб тіліне кірем десеңіз, бұның барлығы бізге қажет нәрсе. Бір деген негізі уахид, ал егерде біз оны реттік санмен айтсақ, әл-әуәлу. Ал бұның несі әйел тегі әл-уля болады. Әл-уля. Келесі әс-сәния, әс-сәлиса, ар-рабиа, әл-хамиса, әс-сәдиса, әс-сәбиа, әс-сәмина, әт-тәсиа, әл-ашира деп жаттап аласыздар. Және бұл реттік санды жаттап алу арқылы біз
естиміз, сағаттарды да осы реттік сәнмен айтамыз. Алдында диалогта айтқан сияқты. Енді раттиб әл-аъдад, осы жаңа сандарды тәртібімен айту, иә. Әт-тәсиа, әл-ашира, әс-сабиата, әс-садиса, әс-самина. Осыны не ретпен айтамыз. Әс-садиса дегеннен кейін не келеді? Әс-сабиға келеді, дұрыс. Одан кейін әс-самина деген сияқты осыны толтырып шығамыз. Одан кейін мына араларын не істейміз? Қосамыз. Мынау жазуымен берілген, цифрмен берілген. Осының арасын. Әс-сабиға деген қандай сан еді? Қазірдің өзінде осылай жаттығып жаттап алса болады. Арасын қосу арқылы. Әс-сабиға деген не? 7. Әт-тәсиға 9. Осыны не өстіп белгілейміз. Одан кейін бұл жерде келетіндерді не істейміз? Белгілейміз. Ол жаңа мужской, женский родта келген. Әл-ашир десе, әл-аширо деген сияқты. Өстіп арасын белгілеу. Яғни бұл жерде ер тегінде, әйел тегінде де келіп отырады, реттік сан болса да. Сондықтан осының араб тілінің бір ерекшеліктері бар. Одан кейін әт-таракиб, ән-нахуия. Енді нахуия деген енді грамматика, синтаксис деген мағынаны білдіреді. Енді оған қазір қатты басыңызды қатырып, ол не ол деген сияқты нәрсеге басыңыз кіріп кетпесін. Жалпы мына жердегі жаттығу беріліп жатқан. Әл-мадрасату баидатун анил байти. Мектеп баидатун, алыс, анил байти, үйден дейді. Енді мына жердегі берілген осы сөздерді не істейсіз? Міне 6 сөздер берілген. Осы сөздерді, суреттерді қарап, осы қарамен белгіленген, міне осы 2 сөзді ауыстырып отырасыз. Және ол бір жағынан жаттығу, сөздерді жаттау болып есептеледі. Мысалы, әл-мадрасату деген орнына әл-байту деп қоясыз. Бұл жерде бірақ баидатун болмайды, баидун. Өйткені көріңіз, әл-байту дегенде не? Бізде тамарбута жоқ, сондықтан бұл ертегі болады. Әл-байту баидун анил мадрасати деп қоямыз. Сосын әл-масджиду, көріңіз, әл-масджиду дегенді мына жаққа қоясыз, әл-джамиати дегенді мына жерге қоясыз. Сонда әл-масджиду баидун анил джамиати деп қоясыз. Одан кейін осы сөздердің барлығын өстіп қойып шығып жаттығасыз. Одан кейін бұл жерде де осындай жаттығу, яғни осы қара сөздерге біз мына сөздерді қойып шығамыз. Мысалы, сәәкуну, мына жерде не деп жазылып тұр? Мысалы, сәәкуну мударрисан, иншаалла. Мен кім болам дейді? Оқытушы болам, иншалла, мұғалім болам. Сәәкуну мударрисатан. Осы жерде ер тегімен келіп тұрса, мына жерде әйел тегінде келіп тұр. Мен оқытушы болам. Мына жерде мен оқытушы болам. Мына ер тегінде, мына әйел тегінде. Сол сияқты әр түрлі мына жерде мамандықтар жазылып тұр. Осыны ер тегінде және әйел тегінде не жазып, оқып, өстіп, жаттап, жаттығамыз. Келесі жаттығуда осындай, яғни қарамен белгіленген жерді осы астында келген картинкалардағы, суреттердегі сөздерді алып өшірге қоямыз. Ана толибун фи джамиати Димашқ десе, мына жерде әйел тегінде. Ана толибатун фи джамиати Димашқ. Осы жерде джамиатил уммул қуро деп қоясыз. Куллияти тип деп қоясыз. Куллиятил улум деген сияқты осы жердегі суреттерге байланысты сөздерді қойып отырып, бір жағынан жатталып қалады, жаттығуды дұрыс орындаған болсақ.
осы жерде де осы қарамен белгіленген сөздерді қойып отырамыз. Тура анау сияқты осы сөздерді қойып шығамыз. Және оның мағынасын түсініңіз. Егер де жақсы оны меңгеріп жатсаңыз, осы сұрақтарға тіпті жауап берсеңіз де болады. Және жауап бергенде дауыстап жауап берсеңіз, бір жағынан сөйлеу өнері де ақырындап қалыптаса береді. Одан кейін мына жерде маңызды жаттығулардың бірі, бұл жерде етістік берілген. Біз өткен осы тарауда, немесе алдыңғы тарауларда да өткен болуымыз мүмкін бұл сөздерді. Мысалға, ғасала деген қандай етістік, еске түсірейік. Ол жуды деген мағынада. Әл-фәкихата нені? Жемістерді. Жемістерді жуды. Ал енді жуып жатыр деген қалай болады? Міне беріліп тұр. Яғсилу, жуып жатыр. Фәкихата нені? Жемісті. Иғсил, енді әмір, бұйрық. Жу, әл-фәкихата, жу нені? Жемісті. Бұныңызы ғасала, жуды. Яғсилу, жуып жатыр. Иғсил, жу. Ал енді мен жуып жатырмын десе қалай болады, еске түсірейік. Дұрыс, алифті қосасыз алдынан, әғсилу болады. Мұнаның орнына әғсилу деп бүйтіп қосасыз. Яғни бүйтесіз. Әғсилу, әғсилу, мен жуып жатырмын. Сен жуып жатсың десе, не? Тыны қосасыз, тәғсилу болады. Енді мына жерде етістіктер берілген. Осы етістіктерді осыған қойып шығып, осы сияқты. Міне, шәриба, ішті, яшрабу, ішіп жатыр. Ишраб, іш. Қараа, оқыды. Яқрау, оқып жатыр. Иқра, оқы. Иқра, бисми раббикаллади халақа деген сияқты. Құранда келген сияқты. Кәнәсә, сыпырды. Якнусу, сыпырып жатыр. Укнус, сыпыр. Шәһәдә, тамашалап жатыр, қарап жатыр. Юшәһиду, тамашалап жатыр, қарап жатыр. Шәһид, қара. Сәмиа, естіді. Есмау, естіп жатыр. Исма, есті. Осыны енді мен естіп жатырмын, сен естіп жатырсың, ол естіп жатыр деп өстіп жан-жақты жаттықса болады. Бұл жерде енді келесі сөзді берген. Мысалы, кәтәбә, әл-мауадда диросия. Кәтәбә деген орнына не істейсіз? Мына шәриба деген сөзді қоясыз. Одан кейін оның несін? Бұйрық райын қоясыз. Бұйрық райы қалай болады? Ишраб болады. Ишраб. Ишраб әл-қахвата. Яғни іш нені? Кофені. Мына жерде қараа болады китаба, оқыды кітапты, ал енді әмірде, бұйрықта қалай болады? Иқра болады. Иқра әл-китаба. Осылай жаңа қосымша тағы да яқрау, тәқрау деген сөздерді қоссаңыз болады. Яғни мен оқып жатырмын, сен оқып жатсың, ол оқып жатыр деген сияқты. Осы жерде де осы етістіктерге байланысты өстіп жаттығуға болады. Одан кейін мына жерде мысалы оқып тағы да жаттығулар бар. Мысалы сәәкуну мударрисан, боламын дейді. Кім боламын? Мысалға оқытушы боламын, дәрігер боламын. Кім боламын дейді? Студент боламын дейді. Және мынау жартысы бізде ер тегіне байланысты айтылған болса, мынау жартысы тура осы сөздер әйел тегінде айтылып жатыр. Ары қарай кәтәбә, шәриба, қараа, кәнәсә, шәһәдә деген етістіктерді не істейміз? Осының әмірлерін жазып қойған, жаттығамыз. Ғасала, яғсилу, шәриба, яшрабу. Мынаның барлығы, мынаның жартысы өткен шақ болатын болса, мынау осы шақтағы етістік. Ғасала десе жуды, яғсилу, жуып жатыр. Шәриба, ішті, мынау ішіп жатыр. Жаңағы етістіктер осының мынау не? Бұйрық райы берілген мынау сөздерде. Одан кейін тура осылай
мына жерде ана деп бастайсыз да, толибун. Мына жерде ана толибатун, яғни ер тегінде айел тегінде келеді. Сосын фи жамиати Димашq. Ана толибун фил жамиати Димашq. Мен студентпін қай жерде? Димашq университетінде деген сияқты. Өстіп әрқайсысын оқып аударып шығасыз. Бұл жерде де сондай әл-бәйту баидун анил мадрасати деп бүйтіп әл-бәйту баидун анил мадрасати деп оқып шығасыз да аударып шығасыз. Мына жақ ертегі болатын болса, асты не әйел тегіне арналған. Мысалы, фи айи жамиатин, қай университетте тәдрусу оқисың, немесе тәдрусин. Мынау тәдрусу деген әйел тегін, ер тегінде келсе, мынау етістік тәдрусин, сен оқып жатсың деген, немесе сен намаз оқып жатсың, сен тұрып жатсың, сен ұйықтап жатсың, сен оқып жатсың деген мынау етістіктер, мынау жартысы ер тегінде келсе, мынау жартысы әйел тегінде келген. Яғни сен деген бізде жаңа етістікке қолданады. Яғни ина деп мынау жалғаулар келеді. Осыны не істейсіз? Жақсылап жаттығып аласыз. Яғни әйел адамға осындай обращение жасаған кезде тадрусина, сен қайда оқып жатсың? Тусоллина, қайда намаз оқып жатсың? Таскунина, тұрып жатсың. Танамина, ұйықтап жатсың. Тақроина, оқып жатсың. Осы жерде де бір маңызды бөлік осы. Одан кейін мынау енді махраждар, бұны есту керек. Енді ғойн, оның барлығын тажвидта өткен болатсыздар. Бұл енді ғойн деген әріпке олай көбірек сілтеме жасап тұр. Қалай оқылатыны. Мына жерде енді Құранның аяттары келген. Одан кейін мына жерде енді естумен байланысты, кассетамен, бұл жерде енді бізде есту жоқ, мына жерде де жоқ. Бірақ бір қарап шықсаңыздар болады. Өзіңіз айтсаңыз болады. Мынау мысалы не? Бұл кулияты тип деп жазылып тұр, не байқасаңыз. Яғни бір университеттегі бір осындай факультет. Қандай факультет? Дәрігер факультеті деген сияқты. Медицинадағы. Мынаны жаңа баяндасаңыз болады. Мынау ер адам, мынау жаңа көлік деген сияқты өстіп сипаттап сөйлесеңіз болады. Бұл жерде де осындай жаңағы есту арқылы жаттығу орындалады. Осы жақта да осындай. Одан кейін бізде мынандай кішігірім диалог сияқты нәрсе келеді. Осыны оқып аударып шығу керек. Иля айна тадхабу я Ахмад. Сен қайда бара жатсың? Я Ахмад. Адхабу илал мадрасати. Мен не медресеге немесе мектепке бара жатырмын. Әл уақыту мубаккирун әл-ан. Қазір өте ерте емес пе? Әл мадрасату баидатун анил байти. Мектеп үйден алыс. Әл тасхабу бис-сайяра. Сен көлікпен барасың ба? Ла адхабу бил хафила. Жоқ, мен автобуспен барамын дейді. Бұл сияқты мынау әл-мактабату, яғни мына қарамен белгіленген сөздердің орнына осы астындағы сөздерді қолданып шығасыздар. Мына 5 сөзді. Мактаба, әл-мұхтабар, мәсжид, әл-куллия, әл-жамиа деген сөздерді осының орнына қойып, және аударып шығасыз. Бұл жерде ары қарай адрусу фи мадрасати Файсал. Мен оқып жатырмын. Фи мадрасати Файсал. Қандай мектепте дейді. Қандай мектепте? Файсал деген мектепте. Бізде мысалы Ахмет Байтұрсыновтың мектебінде деген сияқты айтты ғой. Сәкен Сейфуллин мектебінде номер 2 деген сияқты. Немесе жаңа 5-ші, 6-ші деген сияқты қойып жатады есімдерін. Сол сияқты Файсал деген осындай есім. Жамиати Бағдат, немесе Жамиа Бағдатта оқып жатырмын, университетте Бағдатта.
айна тадрусу, яғни оған сұрақ қояды, сен қайда оқисың деп. Сөйтіп осы жаңағы үш мысал. Ал мына жерде мына бос орын тұр, оны өзіңіздің оқитын жеріңізді немесе оқып кеткен жеріңізді қосып қойсаңыз болады, өсіп жаттығасыз. Яғни мына жерде айтып тұр, яскуру кулля толибин, яғни әрбір студент, яғни жауап беруші осы жердегі не деп айтады? Исмал мадраса әуіл жамиа аллати ядрусу фиха. Өзі оқыған жеріндегі мектепті немесе университетті осы жерде қойса болады. Өстіп жаңағы жаттығасыз. Адрусу фил яуми, көрдіңіз ба? Бұл жерде цифрға байланысты бізде жаңағы несін қойып отырады. Өзіңіз айтасыз. Адрусу фил яуми, мен оқимын бір күнде қанша сағат? Мынау 6. 6 арабша қалай болады? Осыны айтасыз. Адрусу фил яуми ситта хайсосин деген сияқты. Сосын кім хайсотан тадрусу фил яум, сосын оған сұрақ қоясыз. Ал сен болсаң қанша, не күніне қанша сабақ оқисың, бөлік оқисың деп осылай жаттығу. Мына жерде осы жаңа цифрларды осы жерге қойып жаттықса болады, міне мынау цифрларды. Сосын мынаны айтып шығыңыз, қандай цифрлар? Арабша. Адхабу илал мадрасати иля айна тасхабу. Мен медресеге барамын, мешітке барамын, мектепке барамын, сен қайда барасың? Осы жерде жауап. Қаралардың орнына осы астындағы сөздерді қойып шығамыз. Алардың орнына. Сөйтіп жаттығамыз. Мына жерде мынау сұрақтардың барлығына жауап беру керек. Мәта ястайқизу Ахмаду. Қашан оянады Ахмад? Мына жерде жауабы тұр. Қаншада оянады екен? Осыны айтасыз. Айна тусаллил фаджр. Ол намазды қайда оқиды? Алдындағы диалогпен жауап берсеңіз болады, немесе өзіңіз 5 уақыттағы кез келген намазбен бірақ толық жауап бересіз. Қай жерде оқиды? Юсолли салатал фаджр фил масджид деген сияқты өстіп жауап берсеңіз болады. Иля айна язхабу Ахмад. Осыған әрбір сұраққа өзіңіз қанша жаңа сөздік қорыңыз қазір бар, осымен жауап бергеніңіз жақсы. Енді мына жерде жауап тұр, сіз сұрақ қою керексіз. Наам ана толибун. Әл әнта толибун деп жаңа мысалы айтасыз. Наам ана толибун деп жауап беру керек. Өстіп әрбір сұраққа осы жерде жауап бересіз. Марьябу толибатун Түркия тадрусу фи жамиати. Енді мына жерде Марьяму Түркия дегенде осы екі қара сөз, яғни есім және осындай мемлекет. Осыны қойып шығасыз. Мализия әл-луғатал арабия деген сияқты. Осының барлығын қойып шығып, тура осындай алдындағы жаттығулар сияқты. Енді мына жерде сұрақтар келді. Осы сұрақтарға жауап беріңіз және дауыстап жауап беріңіз. Сол кезде өзіңіздің сөйлеу өнеріңізді дамытасыз, бір жағынан есту қабілетінде дамытасыз. Мысалы, хәл әнтә толибун, осыған қалай жауап бересіз? Наам, ана толибун деп айтсаңыз болады. Немесе, лә, ана мударрисун, мен оқытушымын, ана тобибун, мен дәрігермін деген сияқты. Осы жерде 18 сұрақ, керемет сұрақтар, осының барлығына жауап беріп сөйлессеңіз болады. Одан кейін мынаның арасын белгілейсіз. Мысалы, Ахмаду ясхабу илал мадрасати, хуа ясхабу бил хафила. Осы қайсына келеді? Мынаған келеді деген сияқты өстіп белгілеп шығасыз, қарайсыз суреттеріне. Мынаның да арасын белгілейсіз. Мынау сұрақ, мынау жауап. Қайсысы бір-біріне келетін? Қайсысы дұрыс жауабы? Белгілейсіз. Екеуінің арасын қосасыз. Одан кейін мынау тексті өзіңіз аударасыз.
Одан кейін мына жерде сұрақтар тұр, соған жауап бересіз. Егерде кітап жоқ болса, осылай пауза қойып, бүйтіп жауап берсеңіз болады. Тура осындай текст. Осы жерде де не жауап беру арқылы өстіп жаттығасыз. Ассаламу халука унзур вақра. Енді бұл жерде оқу. Мән ләка әнті айна хәл ма'a деген нәрселерді біз өттік қой. Осының барлығын енді қарап шықсаңыз болады. Осымен біразда уақыт өтіп кетті. Мына жерде енді тануин, насып деген нәрселерді келіп тұр. Ең негізгі алдыңғы сұрақтарға, алдыңғы жаттығуларды толық орындап шықсаңыз, осы тарауды және алдыңғы сабақтарға байланысты нәрселердің барлығын сіңіріп шығасыз. Алла қаласа, келесі сабақта кездескенше Аллах тағала берекесін берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.